Баршаңызға сәлем, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай өте керемет универсальный қамырдан әртүрлі бәліштер пісіріп көрсетемін. Бұл бәлішті қолдана отырып, салмасын өзгертіп, әртүрлі бәліштер жасай берсеңіздер болады. Мен етті, орам жапырақ қосылған және тәтті бәліш жасадым. Ал ендеше бастайық. Бірінші қаймағымызды саламыз. Бізге барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы қажет. Енді бөлме температурасында жұмсарып тұрған сары майымызды, 2 жұмыртқамызды, жарты чай қасықтай тұзымызды салып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнымызды және қопсытқышымызды қосып, қамырымызды илейміз. Мен кухонный комбайн қолдана отырып иледім, қолмен илесеңіздер де болады. Қамырымыз жақсы иленді, бастапқыда қолға жабысқақтау сияқты болып көрінгенмен кішкене ұнның көмегімен алып, тағы да июн қандырып бір илеп суалалап жіберсеңіздер, қамыр өте эластичный, жұмыс жасағанға өте ыңғайлы, идеальный болып шығады. Енді қамырымызды пакетке салып, холодильникке міндетті түрде салып қоямыз. Қамырымыз демалғанша салмасын әзірлейміз. Капуста салынған, яғни орам жапырақ салынған және ет салынған салмасы болады. Бізге картоп, пияз, сәбіз, укроп қажет болады және дәмдеуіштерден тұз және тек қана қара бұрыш қолданамын. Өзіңіздің талғамыңызға қарай кішкене дәмдеуіштер қосып жіберсеңіздер болады. Етті бәліштің құрамына ет, пияз ірілеу туралған, сосын 2 бас картошка саламыз, татымына қарай тұздаймыз және қара бұрыш қосамыз. Менің фаршым өте майсыз болғандықтан мен кішкене сұйық май қосып жібердім. Ал егер фаршыңыз майлы болса, сұйық май қоспай қойсаңыз да болады. Енді орам жапырақ қосылған салмамызға біз 1 бас картоп, 1 бас пияз, 1 бас сәбіз саламыз. Тұзды алып, араластырғаннан кейін көлемі кішкене басылатын болады. Егер өзіңіздің қалауыңызбен бұл салманы кішкене майға қуырып жіберсеңіз де болады. Көксөкті де талғамыңызға қарай, татымына қарай тұздаймыз, қара бұрыш қосамыз, сосын жақсылап араластырып қоямыз. Айтқандай-ақ, бұл бәліштің салмасына өзіңіз кез келген заттарды қолдана отырып, әртүрлі бәліштер пісіре берсеңіз болады. Яғни арасына болгар бұрышын, болмаса қызанақ қосып жіберсеңіз де болады. Солай әртүрлі вариацияда жасай берсеңіз бола береді. Енді біздің салмамыз дайын, қамырымызды холодильникте әбден демалды. Видеода көргендеріңізде қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, керемет болып демалып тұр. Енді қамырымызды алып, біз бөлшектерге бөлеміз. Яғни бізге ұнды кішкене сеу жүрсеңіздер болады. Яғни бізге 3 бәлішке бөліп алу керек. Үлкендеу етіп, етті бәлішке бөліп аламыз, сосын орам жапырақ салатын бәлішке де үлкендеу етіп бөліп аламыз да, ал тәтті бәлішке мен кішкене ғана қамыр алып қалдым. Болмаса осы 2 қамырды қолданып, 2-ақ бәліш жасасаңыз да болады. Тәтті бәлішті мен алма қосып кішкене галета жасайтын боламын. Ол видеоның соңында бұны кейінге алып қайтып пакетке салып қойдым. Енді қамырымызды, етке арналған қамырымызды алып, тағы да 2 бөлшекке бөлеміз. Яғни біреу үлкендеу, екіншісі кішкентай. Үлкендеу бөлігі біздің бәлішіміздің асты жағына кетеді, ал кішілеу бөлігі үстіне кетеді. Осылайша жұқалап жайып қоямыз да, ішіне салмасын салып шығамыз. Және кішкентай бөлігін алып, оны да жұқалап жайып шығамыз. Сосын бәлішіміздің үстіне қойып, шет-шетін жабыстырып шығамыз. Бірінші шет-шетін жабыстырып шыққаннан кейін барып, әдемілеп сәнін келтіріп өріп шығамыз. Сосын бәлішіміздің бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Сосын бұл бәліштің ортасын тесіп қою қажет болады. Себебі ыстық духовкаға кіргесін, қатты ісініп, беті жарылып кетуі мүмкін. Бетіне кішкене күнжіт, сондай сеу жүрсеңіздер болады. Енді 180 градус қызып тұрған пеште 45 минутқа салып аламыз. Бұл бәлішіміз піскенше орам жапырақты бәлішіміз дайындаймыз. Бұны да дайындау әдісі дәл солай 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреу кішілеу, екіншісі үлкендеу. Етті бәлішті сопақтау ғып жасадым, ал орам жапырақ салынған бәлішті мен домалақтау етіп жасадым.
өз астыңғы қамырын противенге орналастырып алып, ішіне салмасын салып шығамыз. Және екінші бөлік қамырынды жұқалап жайып, бетіне салып, әдеттегідей бірінші шет-шетін жабыстырып, сосын өріп шығамыз. Қамыр жұмыс дегенге өте ыңғайлы, оқтауға да, қолға да жабыспайды, бірақ сонда да кішкене ұн сеуіп жұмыс істесеңіздер, тіптен жақсы болады. Бәлішіміздің формасын келтірдік. Әдеттегідей бетіне жұмыртқаның сарысын жабып шығамыз. Кішкене күнжіт сеуіп жібереміз. Сосын ортасын кішкене тесіп қоямыз. Етті бәлішіміз пісіп дайын болды. Енді қызып тұрған пешімізге орам жапырақ салынған бәлішімізді саламыз да, бұны да 180 градуста 35 минуттай пісіріп алсақ жеткілікті болады. Ал енді тәтті бәлішімізді дайындаймыз. Тәтті бәлішке мен бір үлкендеу алманы осылайша турап алдым және шемішкені қоса салдым, бірақ негізінде кәдімгі грек жаңғағын қоссаңыздар өте дәмді болады. Менде бар осы шемішке болғасын, шемішкені қостым. Толтырмай 3 ас қасық қант салдым және сары май, менде самсаға ертілген сары май болғасын осындай болып тұр. 1,5 ас қасықтай, яғни 50 грамдай майды салдым. Жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді жаңағы кішірек алып қалған қамырымызды домалақтап жайып шығамыз. Противенге қоямыз. Осы қамырымыздың үстіне салмамызды саламыз. Енді шеттін кәдімгі галета сияқты қарапайым осылай орап шығамыз. Шетін жақсы қайырыңыздар, әйтпесе ішіндегі соғы алманың ағып кетуі мүмкін. Жұмыртқаның сарысын жағып 180 градус қызып тұрған пешке 40 минуттай уақытқа салып аламыз. Мінекей осындай бір қамырдан 3 түрлі біздің пирогымыз дайын болды. Галетаны міндетті түрде суытып барып кесуді ұмытпаңыздар. Қазір пештен шыққасын жұмсақ болып тұр. Енді әбден суытып барып кесеміз. Баршаңызға ас болсын. Рецепт ұнаса, төменге пікірлеріңізді қалдырып, каналды қолдай отырыңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер және әртүрлі бәліш жасап көре беріңіздер. Себебі бұл қамыр өте идеальный, кәдімгі күнделікті қолданға керемет